Болат қатыгез деген сөзді естіп қаламыз. Мен айтам, қалай сіздер сол сөзге қиясыздар деймін. Осындай сөздерді біз неге таратады екенбіз аға? Сіз өзі жалпы бір адамның артынан жаман сөз айтып көрдіңіз бе? Мен адамды жамандай алмаймын. Біреудің артынан бір рет әлі жаман сөз айтқан емеспін. Мен енді халықты өздері біледі ғой. Қалай мен біреуді жаман деп айта аламын, білмей жатып. 4 рет қажылық сапарға барып қайтыпсыз. Үн-түнсіз осындай бір игі істі жасаған екенсіз. Жалпы сол қасиетті жерге барғандағы сіздің сезіміңіз қандай болды? Ол енді ол жерге барса, қалай түсінсем екен. Ол жерде шыдап тұра алмайсың, көзінен жас ағып кетеді өзімен өзі. И ауасы да біртүрлі ыстық дейді ғой енді, ыстық, бірақ ол жерде қатты терлеп неткен емес. Алланың өзі көмектесе ғой деп ойлап қалдым өзіме. Көзіңізге қайта-қайта жасалдым дейсіз бе? Иә, и ол жерде жүрсең де шаршамайсың, жүре бересің. Аллаға сыйындыңыз. Сыйынасың ғой Аллаға. Не тіледіңіз? Аллаға не тілейсің? Бірінші шынымды айтайын, осы Алла естіп тұрған шығар осы. Ең бірінші елімізге тыныштық берсін дедім. Елбасына денсаулық берсін дедім. Ең артынан өзіме бала шағыма тіледім денсаулықты. Иә, әлемнің барлығын шарладыңыз, төрткүл дүниенің барлығында болдыңыз. Сіз үшін ең қымбат? Ең қымбат өз ауылым, Шамалғаным қымбат бәрінен.